Жүректегі мұз сериалының соңғы бөлімдері жақындап қалды. Барлығы Нух пен Севилайдың тойына дайындалып жатады. Харика Эсмаға сырға сыйлайды. Эсма қуанып қалып рахметін айтады. Екеуі жақсы араласа бастайды. Мелек Джиханға, Джихан көйлегімнің сырмасын сырып жіберші дейді. Ішімді тартып тұрайын ба дейді. Жоқ, тартпа, бөпемізге зияны тиіп кетпесін дейді. 1-2-3 деген кезде тартайық деп. Сол кезде тартқан кезде Джихан сырмасын үзіп алады. Мелек не болды дейді. Үзіп алдым дейді. Сонымен екеуі бір күліп алады. Мелек басқа көйлек ауыстыруға тура келеді. Тахсин Сумрудың бөлмесіне келіп, Сумру біз қашан үйленеміз дейді. Сумру айтады, әуелі балалар үйленіп өз өмірлерін құрып алсын. Тахсин қалай сонда, барлығыма Хариканды күтеміз бе? Жоқ, мен күте алмаймын. Оны күтсем құрап қаламын деп әзілдейді Тахсин. Қызыңнан бұрын үйленсең, адамдар ештеңе дей қоймас дейді. Сумру да қалжыңдап, сен маған шын мәнінде үйленуге ұсыныс жасадың ба дейді. Тахсин, жасаймын, барабан мен зұрнаны да шақырамын, ән саламыз, үйленеміз. Барлығы өз ретімен болады дейді. Мен сені жақсы көрем дейді екеуі бір-біріне. Барлығы тойға дайындалып мәз-мейрам болып жүр. Нух пен Севилай кешкі тойға той машинасымен барады. Балайына Европаға барайық па, қалай қарайсың дейді Нух. Севилай, жоқ, мен самолеттен қорқамын. Қорқпа, мен жаныңда боламын деп қалжыңдайды Нух. Тойханада екеуін барлығы күтіп алады. Той жақсы өтіп, барлығы билеп жатады. Тойға сол сәтте Хикмет кіріп келеді. Қош келдің, Хикмет. Не болды? Жайша келдің ба дейді Нихаят ханым. Хикмет, сенімен байланысатын ештеңе жоқ. Қызымның бақытын алыстан бір көрейін дедім. Алыстан болса мәселе жоқ дейді Нихаят ханым. Асад айтады, бәрінің көңіл-күйі жақсы, бұзушы болма. Иә, көріп тұрмын, бәрінің көңіл-күйі керемет екен, машалла. Демек шайтан мен ғана ма, солай ма? Қой, мен олай демедім дейді Асад. Хикмет Асадқа, аузыңнан бір сөз шықса болды, мына отбасылық берекені күл-талқаны шығарамын. Ақылыңды жина, мені жолда тастамайсың дейді. Хикмет тұрып Нух пен Севилай билеп жатқан жерінен барады. Нух айтады, Нихо, келгеніңнің себебін біле аламыз ба? Не шаруамен келдің дейді. Хикмет Севилайға айтады, сен соншалықты аяусыз қыз бедің, кішкентай болып келдің менің қолыма. Біз сонша жыл бірге тұрып, сонша жыл саған күтім жасадым. Сен өз анаңды үйлену тойыңа шақырмағаның не? Өзің қалай ойлайсың дейді Севилай анасына. Білмеймін, мүмкін сен ризасыз бала болғандықтан шығар дейді Хикмет. Джиханды Хикметке барлығын ұшықтырмай кетуін сұрайды. Хикмет кетіп қалады. Нух айтады, ештеңе болмағандай тойымыздар қарай жалғастыра берейік дейді.